Ассалаумағалейкум, құрметті көпшілік. Мына, мен нубиларымды дейтінім. Қазір Аллахтың қалауымен нубиларымның қасында ойыншық болып қалды. Осындай асыл тұқымды, таза қанды камори ешкілері келді. Мына, Аллахтың қалауымен Түркістан өңіріне Қазақстандағы ең ірі ешкілер келді. Мына, машалла. Кәдімгі атпен бірдей ғой. Мысалы үшін мынау альпилар ірі дәу ешкілер. Ал мыналар оның қасында вообще кәдімгі гигант болып тұр ғой. Мына қараңыздар, ешкілер қандай болып тұрған қасында. Кәдімгі ат секілді. Мына Алланың қалауымен мына асыл тұқымды ешкілер. Мына таза қанды кәдімгі телевизорда пакистандықтардың лайнан етіп, құлағынан сүйреп жүретін мына ешкілері. Мына кәдімгі ат секілді өте ірі. Міне менің нубиларым қазір қасында лақ сияқты болып қалды. Әйтпесем, нубиларым осы Қазақстандағы ешкілерден өте ірі, әдемі былайынша. Мен дәу ешкілер деп жүргендеріміз қазір уже қошаған болып қалды. Қорада бір өгіздер тұрған сияқты болып тұр ғой. Міне. Астауларымыздан жия алмайды олар. Міне Алланың қалауымен камори породалы, чистопородный осындай ешкілер келді. Мынау текесі. Мынау енді қателеспесем Қазақстан бойынша ең үлкен теке. Енді менің көргендерімнің қатарында, менің естігендерімнің арасында Қазақстан бойынша ең ірі, ең биік теке осы. Мына Алланың қалауымен мына қарасаңыздар өте керемет. Машалла мына. Осындайлар көбейіп жатыр бізде. Құдай қаласа енді осылардың тұқымдары көбейетін болады иншалла. Мына әдемілігі осы ракурстан жақсы көрінеді екен. Мына керемет ешкілер енді. Кәдімгі ат секілді өте ірі. Өте керемет ешкілер. Мен мынау басқа қандай нелердің қасына қоятын болсаң, басқа ешкілер қуыршақ болып қалады. Негізі менің ешкілерім бәрі биыл Россиядан кірген барлығы ірі ешкілер ғой негізі. Солардың өздері кәдімгідей. Зевс. Зевс. Бұл жігіттің есімін енді Зевс деп атаймыз. Мына Зевс. Бұл Зевс деген жігіт. Жас теке. Құдай қаласа керемет төлдер түсетін болады иншалла. Баршаңызға жұғысты болсын. Мына осындай каморилар. Тұрыстың өзі бір бөлек қой. Барында әлі. Ешкісін қараңыздар. Өте әдемі.